Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағы 104 сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз қосу және азайту. Бірінші есеп 13-ке 5-ті қалай қосуға, 19-дан 5-ті қалай азайтуға болатынына қара дейді. Бұл жерде бізге қияр мен қызанақтар берілген екен. Бірінші біз 13 қосу 5 тең, 10 қосу 3 қосу 5. Бұл жерде біз бұлай бірінші ондықтарды қосамыз, одан кейін бірлік сандарды қосып үйренеміз. Содан кейін мәнін табамыз. Екінші 19-дан 5-ті қалай азайтуға болады дегенде, бірінші ондықты қосып, бірліктерін азайтып аламыз. Одан кейін қалған қосындыны есептеп мәнін табады екенбіз. Осындай бірліктер мен ондықтарды қосу азайту берілгенде балалар, бірліктерді бірліктерге қосамыз, бірліктерден бірліктерді азайтып алып, есептің мәнін табады екенбіз. Екінші есеп дәптеріңе жазып, оны есепте дейді. 12 қосу 6 тең, 10 қосу 2 қосу 6. Бұл жерде көріп тұрғандарыңдай бірліктерді қосып алады екенбіз. Ал азайту берілгенде бірінші бірліктерді азайтып, одан кейін ондықтарға қосып, есептің мәнін табады екенбіз балалар. Үшінші есептеуді түсіндір, теңдіктер құр дейді. 10 қосу 6 тең 16. Бұл жерде бірліктерін қосып аламыз. Азайтынды берілсе, бірліктерін азайтып аламыз. Сонда есептің мәні шығады екен балалар. Төртінші есепті шығар, дәптеріңе сол басын сал дейді. Бөшкеден 3 литр су құйып алынғанда, оның ішінде тағы 15 литр су қалды. Бөшкеде қанша литр су болған? Азайту амалымен шығатын кері есеп құрастыр дейді. Сонда бөшкеде 3 литр су алынған болса, қалғаны 15 литр су. Барлығы бөшкеде неше литр су болған? Шешуі 15 қосу 3 тең 18 литр. Жауабы барлығы бөшкеде 18 литр су болған. Енді балалар азайту амалымен шығатын осы есепке кері есеп құрастырып, өздерің шығарыңдар. Бесінші Сырым мен Әлияның текшелерге қарап тұрған орынның нөмірін ата дейді. Бұл жерде Сырым екінші номерлі текше жақтан қарап тұр, ал Әлия үшінші номерлі текшеден қарап тұр екен